Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдана. Бүгінгі видеода біз етті бәліш дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менің Instagram парақшама және YouTube каналдарыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видеоға лайк баса кетіңіздер. Ең бірінші ыдысымызға бір дана жұмыртқаны жарып салып аламыз. Одан соң жақсылап шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ерітілген сары майды құямыз. Міндетті түрде алдын ала ерітіп және суытып қоюды ұмытпаңыздар. Одан соң оны да жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне жылы суымызды қоямыз. Міндетті түрде жылы болу керек. Және одан кейін де қайтадан жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте тұздан саламыз. Тұздан бізде кішігірім чай ложканың көмегімен салсаңыздар болады. Одан кейін жақсылап араластырып аламыз тұзды қосқаннан кейін де. Одан соң ұн саламыз. Ұнды біздегі примерно өлшеммен саласыздар. Және де міндетті түрде оны сидадан өткізсеңіздер болады. Сонда ол бізде жұмсақ әрі күшті болып шығады. Және мен шанышқының көмегімен ең алдымен осы тестамды араластырып алдым. Яғни қамырымды одан кейін барып жақсылап араластырып отырып илеп алдым. Видеодағыдай илеп аласыздар. Жақсылап илегендеріңіз жөн болады. Сонда бізде қамырымыз жайлы әрі әдемі болатын болса, біздің немізде пирогымызда күшті болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер достар. Өте керемет рецепт. Және де сіздерге айтамын, бұл рецептті сіздер дайындайтын болсаңыздар, күнде дайындайтындай боласыздар. Яғни мен өзім көптен бері осы рецептті пайдаланып келе жатырмын. Және сіздермен бөлісуді жөн көріп, осы видеоны түсіріп отырмын. Және де енді осы қамырды пакетке салып, біздегі холодильникке 30 минутқа салып қоямыз. Енді начинкасын, яғни салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін ең алдымен біздегі етімізді алып, жақсылап майдалап тураймыз. Міндетті түрде жақсылап майдалап турауларыңыз керек. Яғни бұл жерде бізде фаршты пайдалануға да болады, немесе осылай етті майдалап турауға да болады. Барлығы өз қалауларыңызша әрине де. Мінекей өстіп біз барлығын турап аламыз. Мен барлығын турап болдым. Одан соң барып біздегі сәбіз, пияз барлығында майдалап, төртбұрыштап турап шығасыздар. Ал ендігі кезекте біз осылайынан картошканы, яғни картопты да турап алдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мінекей дайын. Енді ең бірінші етімізді салып, жақсылап 3 минут көлемінде бетін жауып, араластырып тұрсаңыздар болады. Одан кейін пияз бен сәбізді саламыз. Одан соң картошканы саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қуырып аламыз. 10 минутта кетірсеңіздер болады бұның қуыруына. Өте қатты көп қуырудың да қажеті жоқ, өйткені бізде кейінде болады. Енді оған тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де бөлек ыдысқа салып қоямыз. Бағана қамырымызды шығарып қойған болатынбыз. Енді осыны 2 бөлікке бөліп, жақсылап жаямыз. Міндетті түрде бірінші осылай пішінін келтіріп алыңыздар. Мінекей 2 бөлікке бөліп, біреуін сәл үлкендеу, біреуін сәл кішілеу қылып істесеңіздер болады. Сонда асты үлкен, үсті кішірек болады. Және де міндетті түрде ыдысымызды жақсылап майлап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Бүкіл жағына жағып, немесе дөңгелек пішінді ыдысқа да салсаңыздар болады. Енді мінекей осылай қамырымызды жайып алдық. Үстіне салмасын саламыз қазір. Мінекей. Және салмасын 1 сантиметр ара қашықтық ұстайтындай етіп саласыздар. Үстіне қамырымызды жайып, оны да түйіп шығамыз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай сәндеп түйсеңіздер де болады. Барлығы әрине өз қалауларыңызша. Мінекей мен осылайынан түйіп алдым. Және де осындай болып шығады. Оның үстіне біздегі жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Сонда бізде әдемі болып көрінетін болады. Мінекей осындай арнайы заттың көмегімен жағып шықсаңыздар болады. Мінекей достар, бізде дайын. Сау болыңыздар.